Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ешқандай зиянды қоспасыз, өзіміз үй жағдайында томат пастасын дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен банкаларымызды осылай стерильдеп аламыз. Бізге керекті заттар қызанақ және де болгар бұрышы. Болгар бұрышының дәмі ұнамаса, сіз қоспай-ақ қойсаңыз да болады. Ең алдымен қызанағымызды осылай ет тарқыштың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Менде бұл жерде 3 кг қызанақты алдым. Және де 300 грамм болгар бұрышын қосатын боламын. Егер де қаласаңыздар, бір ашты бұрыш қосып жіберсеңіздер де болады, егер ашты ұнатсаңыздар. Осылай бәрін ет тарқыштың көмегімен өткізіп алатын боламыз, қызанағымызды және бұрышымызды да. Бәрін осылай бір ыдысқа саламыз, қайнататын ыдысымызға құйып, газға қойып, қайнатып алатын боламыз. Қайнағанша жиі араластырып тұрамыз, осылай асты жаңағы жабыс қалмас үшін. Осылай бір рет қайнап шыққаннан кейін, біз тұзымызды жарты қасық, ас қасық тұз және де 1,5 ас қасық қант қостым. Дәміне қарай лавр жапырағын және де бұрышты қоссаңыз да болады. Мен осылай 6-7 бұрышты қосып жіберіп араластырдым. Бір қайнап шыққаннан кейін 20-30 минут көлемінде орташа отта қайнатып алатын боламыз. Осылай құюы астына түскен кезде дайын болды деген сөз. Араластырып банкалерімізге құя береміз. Банкамыздың крышкасын 3-4 минуттай суда қайнатып аламыз. Одан кейін газымызды өшірмей, баяулатып, бәрін банкаларға құйып шығатын боламыз. Банкаларымызды осылай төңкеріп қоямыз, бір түнге бетін жабудың қажеті жоқ. Қыс мезгіліне тамаққа қосқанға таптырмас қызанақ пастасы міндетті түрде жасап көріңіздер.